Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті көрермендер. Біз өзіміздің дәстүрлі видео контенттерімізді әрі қарай жалғастырмақпыз және подкаст форматында әдемілеп өзіміздің айтқымыз келіп жүрген ойларымызды осылай жеткізгіміз келіп отыр. Бүгін бізде Нұрғанат мырза, Нұреке, біздің яғни лицомыз, экспертіміз, көптеген адамдардың көңілінен шығып, қарапайым ғана болса да талай адамнан миллионер жасап жүр, өзі де миллионер болып жүр. Сондықтан жаңа жастарды және жаңа технологиялармен осы онлайн өмірде табыс табуды үйретсек деген, соған бөліссек деген ойымыз бар. Нұреке, жалпы қысқадан нұсқа өзің туралы ақпарат беріп жүр, танымайтын кісілер таныбасын. Менің есімім Нұрғанат, Павлодар облысы Баянауыл ауданынан боламын. Сол жерде мектеп бітіріп, одан кейін Астана қаласына оқуға түсіп, бірге оқыдық. Біздің диплом бойынша негізі мамандығымыз ол қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі. Қазіргі таңда екеумізде бизнестеміз және мен Түркияда тұрып жатырмын, бірақ Түркияда Қазақстанда екі елдің арасында өмір сүріп бизнес жасап жатырмыз, қаншама шәкірттерді шығарудамыз. Мына жерде босқа тұрған жоқ. Біздің күміс кнопкамыз 2019 жылы қажет жобамызды бастап жатқан кезде бірден 100 мың подписчикке жетіп, содан алған едік. Енді осы жаңа каналымызда да, осы подкаст форматында да күміс кнопканы, тіпті алтын, жақұт кнопкаларымызды алсақ деген арман, мақсатымыз бар. Ендеше бастайық, Нұреке. Нұреке, осы адамдар көбінде жаңа бизнесте миллионер деп өзі көптен бөлек айтады ғой. Мысалы, қазақ даласында бір байлар деген атау болса, осы әлемдік деңгейде негізі миллионер деп аталады. Осы миллионерлік ұғым сен үшін қандай мағына береді, миллионер деген сөз? Бірінші, жалпы адам миллионер болмай тұрып, өзін жан-жақты дайындау керек деп ойлаймын. Миллионер ұғымы деген ол тек қана ақшамен өлшенбейді. Ол жаңағыдай ойлау жүйемен өлшенеді, және материалдық жағы да бар, және де рухани жағы да бар. Яғни сен миллионер болып жүруің мүмкінсің, бірақ сенде одан басқа түк жоқ болуы мүмкін, дүниеден басқа. Менің түсінігімде миллионер болу деген сен құстың қос қанатындай екеуін қатар алып жүре аласың. Яғни сенің ішкі әлеміңде, мышленияңда бәрі дұрыс болса, сонымен жұмыс жасай алсаң, кез келген адам еңбек ететін білімі бар, миллиондарға жете алады. Мен ылғи айтамын, қазақ қоғамында өзіңді дамытсаң, қабілеттеріңді арттырсаң, яғни қабілет арттыру деген не? Қазір өзі товар алу проблема емес. Ақшаң болсаң, Қытайдан да, Түркиядан да алдырта бересің. Қазіргі басты проблема ол қабілеттеріңді арттыра алмау. Яғни адамдар кез келген курсқа қатысса да, қандай жобаға қатысса да, ақша табам деп қатысады. Бәрі миллионер болғысы келеді. Кез келген адамнан сұрашы көшеден, миллионер болғың келем? Әрине бәрі болғысы келеді. Бірақ неге бәрі бола алмайды? Себебі жүйе дұрыс емес. Біздің ойлау жүйеміз дұрыс болмағаннан кейін қадамдарымыз да әрине дұрыс болмайды. Яғни бұл подкастқа не үшін шықтық? Миллион табу оңай, бірақ ол оңай болу үшін не істеуіміз керек деген сұрақтарға жауап беру үшін шығып тұрмыз. Енді миллион туралы әңгіме айтып жатырмыз. Өзің алғашқы миллионыңды қашан таптың? Қандай сезім болды сол сәтте? Ең алғаш 2020 жылы сол кезде мен Түркияға бардым. Енді ол былай болды ғой, бірден таба кеткен жоқпын ғой. Мен өзің білесің, жан-жақты өмір сүрген жақсы көрем. Карантиннің кезінде Ақтау қаласына көшіп кетем ғой. Каспийдің жағасында жатып, шығармашылықпен айналысайын деп. Сондай жиған терген ақшам бар. Таза Инстаграмға уақыт бөлдім. Домбырамен шығам, сөйлеп шығам. Енді 2 ай кәдімгідей контентті ұрдым енді. Сол контентті жасап жүрген кезде мен 7500 теңге ғана таптым ғой. Бірақ мақсат менде ақша табу болған жоқ. Тек осы карантинді ақыры үйдеміз ғой. Жетіп алдық, арасында түнде Каспийге шығып тұрамыз, жүреміз, шығармашылықпен ойланасың. Сөйтіп жүрген кезде өзімнің Инстаграм дамыттым. Дамытып келіп, бұл да стратегия да. Мен ылғи адамдарға айтам, Қытайға барады, Түркияға барады, дайын болмай барады да. Неге дайындық керек? Яғни сен былай барған кезде сен товар бар екен деп миллионер болып кетпейсің ғой. Ол товар Алматыда да бар, Астанада да бар, бүкіл жерде бар. Мен өзімді қалай дайындадым? Бірінші оқырман керек. Сенен бір нәрсе сатып алу үшін адамдар керек қой. Сосын мен адамдар жинай бастадым. Сен клиенттерді өз подписчиктерінен жасамақшы болдың ғой? Оқырманды клиентке айналдыру ғой. Сол кезде мен енді басты фокус тәжірибе алу, екіншіден оқырман жинау. Сосын түсіндім, стратегия ол оқырмандар ертең мені қолдайды.
өйткені олардың алдында жүрмін. Сөйтіп бардым да жаңағыдай қанша 20 мыңдай ма оқырман жинадым мен басында. Кәдімгі тез жиналып кетті, өйткені күнде видео түсіремін. Сөйтіп мен 20 мың оқырманмен Түркияға бара қалған кезде атты ғой. Мен Түркиядамын, қалайсыздар, осылай деп халықтың алдына шығам. Сөйтіп тұрам да негізгі фишка бұл жердегі мақсат тағы да ақша табу емес. Бір қара кошелек болады. Соны қойып қойдым шкафтың ішіне. Сөйтіп золотая корона деген бар. Доллармен жібереді, өзі Каспиймен қабылдамаймыз заказды. Адамдар әйелдер киімін алады, пижама алады. Сөйтіп тұрында 10%-ға жұмыс жасадық. 5%-ға түсіреміз арасында, фишкаларымыз болады, неше түр істейміз. Мен барам, күнде заказ ғой, бір ай бойы мен тыным таппаймын ғой. Ақшаны 10% шешіп алам, қара кошелекке салам, шешіп алам, санамаймын, сала берем. Бір күн үйге келіп есептесем енді бір айдың ішінде 2000 бір нәрсе доллар жатыр ғой. Аяқ астынан бір айдың ішінде мен миллион тауып кеткен ғой. Сөйтіп таңғала мен ана стратегияны түсініп алдым да, сонда өмірде сен назарыңды ақшаға қоймау керек екенсің. Қашан сен ақшаға қоясың, әрекетке емес, процесске емес. Ақшаға қойған кезде сен ана санап жүріп кетесің ғой. Кеш бүгін 50 доллар таптым ба, немесе 30 доллар таптым ба деген сияқты. Көрдің бе, барлық адамға айтамын мен, кішкене болсын маркетингті меңгеріп кел, немесе Instagram, TikTok, YouTube біреуінде сенің кішкене оқырманың болу керек. Әйтпесе қаншама қазақ Түркияға келіп, қайтадан қайтты. Неге? Подписчигі болмағандықтан? Подписчигі болмағандықтан. Және сата алмағандықтан. Сен тіпті ол жақта жүріп, мысалы, 3 ай ғана береді ғой, рұқсат. 3 айдың ішінде кейбіреу дамытып үлгере алмай қалады парақшасын. Ал мен көрдім ба, мына жақта жатып дамытты да. Асыққан жоқпын яғни. Дайындап бардым. Иә. Және мен өзім 2 айдың ішінде сен сұмдық болып кетесің. Күнде камераға шыға берсең. Енді мына жерде бір-екі ескеретін мәселелер болып тұр ғой. Сонда подписчигің болса ғана жақсы болады бизнес. Ал подписчик болмаса ештеңе болмайды деген келіп тұр ма? Бұлай ғой, подписчик болып та ақша жасай алмай жүрген адамдар бар. Оған тағы да білім керек екен. Мен 2019-да сол Түркияға бармай тұрып бастадым. Курстарды оқуды, сатуға байланысты, маркетингке, жеке брендке байланысты. Оның барлығы қосылды ғой, көрдің бе? Оның барлығы бірігіп келді, ақырында менің оқырмандарыма сатуға, солармен жұмыс жасауға пайдасын тигізді. Яғни қазір сен өзің білесің, бутигі бар адамдар өте көп. Бірақ бізге айтады, сатуды үйретінде ешкім келмей жатыр дейді, баған адамса барып келдік. Адамдар жай отыр. Неге? Өйткені құралдарды пайдалана алмайды. Біріншіден қалай оқырман жинау керектігін білмейді. Екіншіден оны қалай клиентке айналдыру керектігін білмейді. Үшіншіден маркетинг не екенін түсінбейді. Төртіншіден оның ар жағында өзінің ойымен күрес деген толып жатыр ғой. Бізде адамдар ойдың шеңберінде өмір сүреді ғой. Түсініп тұрсың ба? Ана ойдан аса алмайды. Жұрт не дейді, анау не дейді деген сияқты. Ал менде ондай болған жоқ. Мен өйткені кішкентай кезімнен сахнаға шығып жүрген кезде де адамдарға рұқсат беріп тастадым. Мен туралы ойлауға. Жақсы ойласын, жаман ойласын, сен бәрібір бүкіл адамзатқа ұнауы мүмкін емес. Осы жұмыстардың барлығына мен көрсетемін шәкірттерге. Енді 18 жасымнан бастап мен андай неткем ғой. Блокнот андағанмын ғой. Мысалы, студент болған кезде сен білесің, барамыз группаға, мен бір қызға бір нәрсе айтып қалсам, көңіліне келетін. Блокнотта жазамын да, неге айттым деп өзіме сұрақ қоямын ғой. Сөйтіп сондай жұмыстар, іштегі өз-өзіңмен жұмыстар, жаңағыдай, мынау бір нәрсе маған дек қалды дегенде мен сағымды сындырмау үшін өз-өзіммен жұмыс жасаймын. Шәкірттерге де айтамын, таңда сен өз-өзіңе сұрақ қою керексің. Неге мен бұлай істедім, мен неге бұлай істеп жатырмын деп. Абай айтпақшы, есеп беру ғой. Есеп беру, есеп беру деген енді мен Түркияға баратын кезде ең алғаш іште адамда қорқыныш болады ғой, ешқандай туысқан жоқ деген сияқты. Сонда өзіме сұрақ қойдым тағы да. Нұрғанат, сен Құдайға тілмен сенесің бе, әлде жүрекпен сенесің бе, риясыз сенесің бе? Осы сұрақтан кейін болды ғой, мен жауабын таптым. Нұрғанат, егер Құдайға риясыз сенсең, онда сен кету керексің дедім де. Рюкзакты алдық та, мысалы, кеттік. Иә, көрдің бе, ана бүкіл нәрсе ойдан басталады. Ана адамдар ойлайды ғой, бұл бір қыздырма, қызыл сөз деп ше, жаңағыдай ойыңды өзгерт, өмірің өзгереді деген сияқты. Ол шынымен де солай екен. Біздің шәкірттерге мен ана айтамын ғой, қарызға бермеуді үйретемін ғой. Сол кезде бірінші біз ол кісілерге тапсырма береміз. Негативті ойыңды позитивке ойға айналдыру. Яғни жұрттың бәрі қарызға алады деген ол негативті ой. Яғни сен уже сата алмайсың. Автомат түрде алдына келген адамға сен қарызға бергің келіп тұрды, ана қиналғың келмейді сөйлесуге, күліп шығуға деген сияқты. Сонда көрдің ба, маған алдында бір кісі жазады, 60-тан асқан шәкіртіміз ғой. Нұрғат мырза, мен бүгін ойымды позитивке айналдырып, халықта ақша бар, мен сата аламын деп бардым дегенде 60 мыңға сатып келген ғой затын. Сонда
басқа осы тақырыпта, иә, мимен жұмыс жаса, мышленияңды өзгерт, санаңда бірдеңе трансформация істе деп қазір көп қой. Үйретушілер, айтушылар. Солардан сенің артықшылығың немесе айырмашылығың қандай? Енді мен ойлаймын, өзі айтады ғой, жанды білім бар, жансыз білім бар деп, иә. Жансыз білім үйретуші адам өзі оны істемесе, біреуге ақыл айтса, ол жансыз болады. Ал мен бүкіл шәкірттеріме фактпен айтам ғой. Өзім істеген нәрселерді ғана айтам. Өзім жазам ба таңда, жазу керек деп айтам. Өзім таңда кітап оқиын ба, оқу керек деп айтам. Оқымайын ба, оқымау керек деп айтам. Яғни бұл жерде адамдарға жететіні мен ойлаймын, жүректен жүрекке баратын сияқты. Біреуге бірдеңе айту үшін алдымен өзің тест жасап, иә, анадай нәрсе бар да, сөз, сезіну, әрекет деген нәрсе бар. Мысалы мен құр сөйлей бермеймін де, ана сөздің салмағын сезінуге тырысам. Өйткені сол дүниелер мен айтып жатқан қаншама адамды және мені де өзгертті ғой. Мысалы мен айтам, кітап оқу керек деймін де, және кітапты қалай оқу керек, фокус туралы айтам, иә. Сен бір кітап оқып жатсың ба, сен 100 бет оқығанға қуанба. Бір бетті дұрыстап оқығанға қуан деймін де. Мен өзім солай істеймін. Бір кітап оқимын, Түркияға да мен бір кино көріп кетіп қалғам ғой. Кино көріп. Қай кино? Пике деген кино. Ол қалай? Бүйтіп ана киноны көріп жатам. Сөйтіп, ол басқа әлемнен түседі ғой. Тыр жалаңаш, сөйлей алмайды, адамдардың арасына кіреді. Адамдардың арасына кіріп киінуді үйренеді, сөйлеуді үйренеді, неше түрлі діндерге кіреді. Мен енді әр затты оқығанда, әр затты көргенде бір нәрсе алып шығуым керек. Менің 1 сағатым немесе 2 сағатым босқа кетпеу керек. Мен бір адаммен сөйлессем де, одан бір нәрсе алып кетемін немесе оған беріп кетемін. Сол сияқты ана киноны көріп отқанда миым жарылады ғой. Біз неге қорқа береміз деймін ғой. Сөйлей аламыз, қолымыздан техника тұр, аударма бар, перевод бар деген сияқты. Неге шықпайсыз? Ол жаңағыдай сұрақ қоюым бар өз-өзіме, Құдайға байланысты. Және де киноның да әсері бар. Ананы көрдім де кеттік деймін, болды. Былай студент кезде көбіміз кино көріп отырғанда сен қарамайтын едің ғой. Иә, мен көрдім, ана кино қарасам да, аз қарасам да саз дейді ғой, анау. Және соны түсінуге тырысам да. Былай енді мен осындаймын, мен ерекшемін деген сияқты былай өзің көп алып отқан жоқсың ба? Жоқ, ондай көп алып отқан жоқпын. Өйткені әр адам, былайша айтқанда, өзінің дамуы туралы айтудан ұялмау керек. Мысалы мен айтам, кинодан алам деймін. Не алам? Көрем ба? Бір нәрсе алып шығам. Мысалы, сен ол киноны басқаша көзіңмен көруің мүмкінсің. Өз идеяңмен дамытып аласың, ары қарай мен басқаша дамытып аламын. Және де мен жеке тұлғамын, сен жеке тұлғасың. Былайша айтқанда мен өз жолымды айтуға ешқандай ұялмаймын, оны тәкаппарлық деп санамаймын. Жақсы. Жаңа сен қаржылық бір жаңағы ұсақ ақшаларды санаған жоқпын, барлығын сала бердім, егер мен санасам басымды ауыртатын едім деп айтып қалдың ғой. Қаншама кітаптар осы Еуропадан келген, Америкадан келген осы біздегі қаржылық еркіндікке немесе қаржылық сауаттылықты арттыр деген кітаптардың барлығында ұсақ түйегіне есепте, күнделікті шығыстарыңды, кірістеріңді жаз, үнемде, бірдеңе деп жатады ғой. Сонда олардың бәрін. Мен оған сосын келдім ғой. Мен бірінші тек қана мына бизнестің жолында тәжірибе жинауды ойлағанмын ғой. Мен түсініп алдым, қазір мен есептеймін, және де жазам, мысалы, бұл айда 5 миллион табу керек деген сияқты жазам мен, міндетті түрде. Немесе 10 миллион, немесе 2 миллион деген сияқты. Анау тұрады, бірақ мен оған жетейін, жетпейін, өзімді сөкпеймін. Түсініп тұрсың ба? Мысалы, 5 миллионға жетпей қалдым, мен анализ жасаймын. Яғни халыққа айтамын, дедлайн деген нәрсе сен өзіңе қойған, өзіңді сөгетін, өзіңді ұрсатын, былайша айтқанда, өзіңді жазалайтын уақыт емес ол, анализ жасайтын уақытта. Мен аны көңілімді түсірмеймін. Инстаграм жүргізген солай ғой. Бір видеом 4000 көріледі, бір видеом 400 000 көріледі. Ана мен көңіл күйіме әсер етпеу керек. Просто анализ жасаймын. Нәтиже күтпей, нәтижеге фокус қоймай, әрекетке фокус қоясың, тәжірибе болады. Процеспен ауырады. Ешқандай бір стресс келмейді, дедлайннан кейін қандай да бір проблема, өзің күткен результат болмай қалса? Жоқ. Стресс жоқ? Ол бұрын болатын. Өзім тәрбиеледім ғой. Әр сол дедлайн күндері, сол мақсат күндері өзің тәрбиелейсің. Басында стресске түсесің, неге бүйтпей жатырмын, сөйтпей жатырмын. Адам ылғи да сол сәттерде тәрбиелейді екен ғой. Мысалы, адамдар дейді, мен қорқамын дейді, бизнес бастадым. Сол қорқып тұрған жерде өзін тәрбиелеу керек та, ертең қорықпаймын деген нәрсе жоқ. Адам сәтте ғана өзін тәрбиелейді. Сосын жаңағыдай мен деп айтып жатырмын ғой. Бұл жерде мен басқа адам туралы айта алмаймын. Өйткені мен басқа адамды 70%, 60% білуім мүмкін. Ал мен неге ылғи да шәкірттеріме өз өмірімнен мысал келтіремін? Себебі менімен Құдай ғана 100% таниды. Сондықтан мен өз өмірімнен жаңағыдай айтуға, өзіме көп алудан қорықпаймын да. Және негізі бізде осы мүмкін кеңестік бір санаға сіңдіріп тастаған
сондай бір менталитет шығар, мысалға өзімізді көтермейміз ғой, бірақ ит құйрығын өзі көтермесе ешкім көтермейді ғой. Сондықтан анау ертөстігін бір төбе деген сияқты қазақ жазушылардың барлығы бір төбе да, мен деген мемуар роман жазған Мұхтар Мағауин бір төбе ғой, иә. Сондықтан бәрі мынау мен деп өзіне көп алып жатыр, эгоист деген сияқты, бірақ қалай мықты тұлға болды. Сондықтан әркім өзін көтеріп, өзін дәлелдей алу керек деп ойлаймын. Әрине. Бұл жерде мысалы сен өнерде болсын, бизнесте болсын, өмірде болсын, сен өз жаныңды сәбиіңді аялағандай аялау керексің ғой. Бұл тәкаппарлық емес, иә? Шатастырып алмаймыз ба? Эгоизммен. Жоқ. Сен өзіңді сыйлай алсаң, өзіңнің уақытыңды бағалай алсаң, сен өзіңді құрметтей алсаң, өзгені де құрметтей аласың, өзгені де шекарасына кірмейсің, өзгені де сыйлай аласың. Бұл жерде анау Илон Масктың актриса әйелі бар ғой, сол айтады, мен әлемдегі ең супер успешный адамға тұрмысқа шықтым, мен соның әйелі болдым. Және сол жерде бір байқағаным, басқа жетістікке жеткен адамдардан да артық жетістікке жетуіне бір себебі ол жоқ дей алатын еді дейді. Өйткені оның мені бар болатын дейді. Біреу келіп мынандай тапсырма сұрап, немесе мынандай бір өтініш жасаса, жоқ деп айтады дейді. Яғни басқаға жоқ деуі өзінің жоспары мен өзінің мақсатына иә деуі. Ал егер басқаға иә деп қойса, онда ол өзіне жоқ дейді. Сөйтіп өзін қалдырады. Сол өзін көтеру арқылы, өзіне иә деу арқылы қазір басқаларға жоқ деп есесіне әлемдегі мықты тұлға болып отыр, иә. Былайша айтқанда, өз уақытыңа басшы болмасаң, сенің уақытыңа біреу басшы болады ғой. Думан, кеттік барып келейікші дейді бір жерге. Сенде жоспар жоқ па өміріңде? Кетіп қаласың ғой, мысалы, болды. Анау мектепте оқытушы болып жүрдік қой, мұғалім. Сол кезде оқушылар айтатын, анау мақсат қойған кезде, мысалға сен ана жердегі дүкенге немесе ана мектепке баратырмын десең, міне сағат 5 минуттың ішінде мен анаған жетем деген өзіңде мақсат болмаса, жолда мысалға біреу шақыра салып, мынаны көтеріп жіберші дейді, біреу ана мысықты ойнатып жіберші дейді, немесе біреу назарын бұрады, соған кете береді. Өйткені ода белгілі уақытта анаған жетем деген мақсат жоқ қой. Сондықтан ойланыңдар дейтін да, шынымен қысқа нұсқа, қарапайым нұсқасы сол деп ойлаймын да. Енді Нұреке, анау Түркиядағы мәселе болды ғой, жаңа айтқалдың ғой, миллион табады, миллион подписчигі болса да дейді. Бірақ миллион подписчигімен мен де Стамбулға барған кезде білесің, бір шу болып жатты, иә. Анау бір блогер, миллиондық блогер, қаншама қазақтың аудиториясын, қазақтың өзінің подписчиктерін сол жаққа шақырып алып, зар жылатып, ақшасын алдап алып деген сияқты бір кейс болды. Содан не түйдің, және көріп отырған көрермен саудаға келерде қандай тәжірибелерді алдау керек. Бұл жерде қандай алаяқтықтар орын алды. Енді ол заң жүзінде шешілді, адвокаттар айналысты. Қазіргі уақытта бір өсектеу емес, ол сол оқиғадан басқалар сабақ алса деген ниет қой. Сол жерде не түйдің, соны айтып жіберсең көрермендер. Жалпы жауапкершілік деген нәрсені түсіну керек деп ойлаймын. Кез келген нәрседе. Яғни сен біреуді үйреткің келе ма? Үйретуші ретінде де жауапкершілік болу керек, үйренуші ретінде де жауапкершілік болу керек. Бұл жерде бүкіл Түркияға барғысы келетін адамдарға айтамын. Саған фабрика көрсетем деген кезде сен сұра. О фабрика ма? Әлде Лалали, Мертер, Баязит деген барахолка сияқты базар ма? Соны айыра білу керек те. Сосын жұрттар ойлайды, біз фабриканың ішіне кіріп аламыз, фабрикамен күшті тіл табысамыз да жақсы ақша тауып кетеміз деп ойлайды. Арзанын ала алады. Сен арзан алу үшін білесің бе, фабрика саған қанша мың штук ал дейді. Сен көтеретін ондай ақшаң жоқ. Сен өзің ана жерге әзер барып тұрсың. 700 мың, 800 мыңды жинап мысалы. Сен оны қалтаң көтермейді, тіпті фабрикамен жұмыс жасайын десең де. Сондықтан фабрикалар, сондай заводтар, өндірістер өздерінің дүкендерін қойып қойған. Лалали деген жерге сияқты. Оған негізі сәл кішкене ізденсеңіз, өзіңіз де бара аласыз. Және де немесе бізде де бар, адамдарға бағыт-бағдар береміз ғой. Оны қол жетімді бағаға алып та жол көрсетеміз, сол арқылы да баруға болады. Мәселе бұл жерде үйренем деп барған адамдар, ол жақта былайша айтқанда алтын балық деген жоқ. Мысалы, мен үйретейін, жаңағы адамдар үйретсін, кім үйретсе де жауапкершілік адамның өзінде. Яғни сен істеу керексің, болды. Мен де айтам, мен сізді бір күнде миллионер қылып жүрмеймін. Сіз менің айтқанымды істеп, айтқанымды орындап, болашақта миллионер болып аласыз. Өйткені сен курсқа келген кезде мен ылғи айтамын ғой, курсқа ақша табам деп келмеңіздерші. Курсқа қабілетімді арттырам деп келіңіздер. Просто андарға андай уәде болған сияқты. Келесіңдер, ойбай, ақшаның астында қаласыңдар деген сияқты, көрдің бе? Алла шақырмаған сияқты. Мысалы, мен ешкімге айтпаймын. Мен Құдай емеспін, ешкімге гарантия бермеймін. Өйткені қараш, мен екі түрлі адамға бірдей білім берем. Біреуі үй сатып алып жатыр,
өзінің саласы бойынша Инстаграм жүргізіп, біреуі әлі 100 000 теңге таппай жатыр. Мен екеуіне де бірдей үйретіп тұрмын. Бірақ үй алған адам Инстаграм жүргізіп, менен оқыған, ол кісі менің тапсырмамды 2-3 есе артығымен жасайды ғой. 2-3 есе менің мазамды алады, мен оған қуанам. Керісінше мұғалімдер бізге айтатын, сұрақ қойыңдар деп. Сұрақ қойған адам дұрыс қой, негізі қайта-қайта сұрап. Мен айтам 24 сағаттың ішінде жауап берем, сол уақытым болған кезде жауап берем, ұялмай қоя беріңіздер. Ана адам неге 100 000 теңгеден аса алмайды? Себебі айтқан тапсырманы орындамайды деген сияқты нәрселерді. Бұл жерде адам, мен де жауапкершілік алсам, үйренуші адамды, жаңа басқаларды үйретуші, басқаларды үйренуші жауапкершілік алу керек деген ойды түйдім деп ойлаймын осындай оқиғаларда. Жалпы сонда миллионер болу үшін, миллионды таба алу үшін ерекше бір қасиеттер, қабілеттер болу керек болып тұр ма? Жалпы біз өмірге жаратылғанда барлығымыз бірдей болып жаратыламыз, иә? Бәрімізге 24 сағат беріледі. Мен алғыда айтамын, сен айтып отқан Илон Маск, Стив Джобс, ешкімге 28 сағат берілген жоқ қой. Бәріне бірдей сағат берілген. Бірақ адамның өз таңдауы. Дамимын десе таңдау, дамымаймын десе таңдау. Кітап оқимын десе де таңдау, оқымаймын десе де таңдау. Біреудің оқырманы болу таңдау, немесе біреуді өзіңнің оқырманың қылу, ол да таңдау. Яғни сен дұрыс жолды таңдай алсаң, дұрыс жол деген не? Кітап оқысаң, өзіңді дамытсаң, сосын курс алған кезде қайта-қайта курстан курсқа секіре бермей, бір курсты дұрыс оқи алсаң, сол курстардан қабілетіңді арттыру. Жаңағыдай, біз қасиетті болғанымыз үшін жақсы ақша тауып жүрген жоқпыз. Құдай бізді ерекше қылып жаратқан жоқ. Біз ойландық деп ойлаймын. Мысалы, сен екеуміз саясатта да жүрдік, әңгіме қозғадық. Біз сол кезде ойландық. Так, ақша табуымыз керек. Ертең елімізге, жерімізге көмектесу үшін қалтамызда болу керек, білімнен бөлек деп сөйтіп ойландық та қандай таңдау жасадық? Өзімізді дамыту деген таңдау жасадық. Дұрыс па? Дамытқан кезде менің қабілеттерім арта бастады. Мысалы, мен 2018 жылға дейін Инстаграмды дұрыс жүргізуді білмедім. Ютубты жүргізуді білмедім. Монтаж жасау білмедім, өзің білесің. Ең алғаш 2017 жылы диплом жазу үшін не алдым ғой, ноутбук алдым ғой. Word'ты қолдануды білем. Оның өзінде қайта-қайта адамның мазасын алып сұраймын ғой. Сен ол кезде бәрін бүйтіп жүрдің да. Әншілерден фотоға түсіріп, олардың фотошоппен істеп, ақша істеп сөйтіп жүруші едім ғой мен. Иә, ол кезде менің қабілетім тек қана айтысқа шығу, бет ашу ғой болды. Сосын мен түсіндім де өзімді дамыту керек. Енді адамдар, мысалы, сіздер көріп отқан білмеу, ол ұят нәрсе емес. Керісінше білуге тырысу керек те, және білгендерден үйренген жоқ. Сол кезден бастап білмегеніңді мойындамау қателік қой. Қателік. Мен түсіндім да, маған тек домбыра сабалап жүре беруге болмайды, тек ұрандап жүре беруге болмайды. Ертең халыққа көмектесу үшін, өз отбасыма көмектесу үшін менде жаңа қабілеттер болу керек дедім да. Мен Инстаграмды өзің білесің ғой. Және Инстаграм жүргізгенде мен ең позорный нәрседен бастадым ғой. Өзімді мазақ қылып, әдейі вайндардан бастадым. Неге? Анадан өтіп алсам, маған уже бәрі жеңіл болды. Шынымен де солай вайнға түстім, халық жазды, бүйтті, сөйтті деген сияқты. Одан кейін ештеңе болған жоқ. Мен керісінше өзім дамыта бердім. Қара, сол кезде менің камераға сөйлеу қабілетім артты, өз-өзіммен жұмысым артты. Енді мен анадай тәуекел жасай алғаннан кейін, жұртқа күлкі бола білгеннен кейін, менде не? Жұрттың сөзін елемеу деген қабілет пайда болды да. Сонда мен, мысалы, білесің, нәски де саттым, киім де саттым, комплекс жоқ қой. Неге комплекс жоқ? Мен өйткені әдейі өзіме сондай челлендждер жариялаймын. Біз өз нәпсімізді өзіміз аяймыз да. Және сосын отыра береміз. Неге Инстаграм жүргізбейсіңіз? Білмеймін дейміз да. Сен білесің, ішіңе үңілші. Ол жерде проблема неде? Проблема жұрт не дейді, көзің ұнамайды, сөзің ұнамайды. Андай айтады, сөз саптауым жоқ деген сияқты. Сен досыңмен сөйлескен кезде сен жаңағыдай күлдір кісіні етіп деген сияқты әңгіме айтпайсың ғой? Сен думан қалайсың, қалай болып жатыр бизнес деген сияқты. Инстаграм, тикток жүргізді солай да. Мен қара, сөйтіп жылдар бойы қабілетімді арттырған сайын, одан кейін маркетингті оқыдым, қаржылық сауаттылық деген жаңа қосылды ғой, жеке бренд деген сияқты. Соның барлық оқып келе, мен 2018-де таппаған, 2017-де таппаған миллиондарымды неге 2020-да таптым, айтшы? Неге бұрын таппадың, иә? Өйткені мен ол кезде қабілеттерім болған жоқ. Сондықтан осы подкастты көріп отырған адамдарға айтатыным, қабілетті
арттыру керек, қабілеттерді дамыту керек. Яғни сен қазір монтаж жасай алмайсың ба, бір айдан кейін жасай алатын адамға айналасың. 15 секундда арнаш, разделить деген сөзді бүйтіп басып үстіне бүйтіп бөлуді үйреніш. Екінші күні сен переход жасауды үйреніш. Үшінші күні сен фильтр қойып үйреніш. Бір айдың ішінде сен 30 амал жасап үйренесің 15 минуттан. Дұрыс па? Сол сияқты мен өзіме ақырындап мен ылғи да айтамын. Тамшы тасты мықтылығымен емес, тұрақтылығымен жарат. Болды. Сен де өзіңнің тұрақты кішкентай қадамдарымен, шүкір менің шәкірттерім неге жетістікке жетіп келе жатыр. Мен оларға бірден бір күнде үйіп тастамайын барлығын. Өзімді білемін, дозамен беріп отырамын. Ақырындап. Бірінші қорқыныш, екінші қателік, үшінші мышлениемен жұмыс, төртінші жеке бренд деген сияқты. Ақырын ана кісілер оқып өзіндегі проблемаларын шешіп, қабілеттерін арттырады. Сондықтан мен айтам, курсыма ақша табу үшін келмеңдер деймін да. Сөйтіп ниеттер өзгеріп келіп, керісінше ақша тауып кетеді ғой. Өйткені олар қабілетті арттыруға келген кезде, сен қабілетті арттырдың ба, автоматты түрде ақша өзі келе бастайды ғой. Яғни қабілет бұл Құдайдан берілген, ата-ананың жаңағы генінен, ананың сүтімен, уызымен берілген сол белгілі гендегі қабілеттер деген нәрсе емес, иә? Жоқ. Яғни дамытуға болады ғой. Сен де миллион таба аласың, басқа да адам миллион таба алады. Неге таба алады? Қабілетті болса, және өз салаңның жақсы маманы болса. Қаншама таныстарымыз бар, қазір көріп отырған қанша адамдар бар. Менде көркем сөйлеу немесе бір керемет түр жоқ, керемет дауыс жоқ, адамдармен тіл табысуым жоқ, камераға сөйлей алу қабілетім жоқ дейтіндер. Соларға не айтайын ба? Так, бұл жерде былай ғой, адам өзін қабылдай алса, негізі біз ерекшеміз ғой. Мысалы, қазір көрермен байқап отыр, менің даусым мен сенің даусың мүлде ұқсамайды. Біз бір-бірімізге еліктеудің қажеті жоқ, және ерекше болуға тырысамыз, ауыз қойып бір нәрсе деген сияқты. Негізі сенің ерекшелігің сол табиғатың ғой. Құлағыңның қалқан болуы, жаңағыдай бетіңнің кемшілігің артықшылығың ғой басқа. Минусың сенің плюсың. Сен сол минустарыңды, минус деп жүрген минустарын қабылдап жұрттың алдына шығып, даусың жіңішке болса да, жуан болса да, халық сені сонымен жаттайды да, уақыт өте келе саған риза болады. Өйткені көп адамның ішінде комплекс бар. Мысалы, маған жазады шәкірт болмай тұрып адамдар. Мен осылай сөйлесем, өз даусым өзіме ұнамайды. Так, аудио жіберіңізші маған. Дауысы әп-әдемі. Түрім ұнамайды, фото жіберіңізші. Түрі әп-әдемі. Не? Барлығы ойда. Өз ойында. Негізі біз әрқайсымыз әдеміміз, әрқайсымыз өзімізше ерекшеміз ғой. Сол өзіңе деген осындай құрмет болса, әр адам өзін жақсы көре алса, сенің көзің қандай болады, сөзің қандай болады, бәрібір болады да, сен жұрттың алдында емін-еркін жүресің. Комплекс деген андай ғой. Сен қараш, бүкіл ойдан басталады. Ауылдан шыққаныңа ұялатын болсаң, сен қалада орысша сөйлейтін ортаға бара қалсаң, сен өзіңді бір түрлі сезініп тұрасың. Сен ауылдан, мысалы мен Баянауыл деген жерден шыққанмын да, қаншама академик, ғалымдар, небір тұлғалар шыққан. Мен ауылдан шыққаннан мақтан тұтамын да, мен Астанаға барғанда мүлде кеудем басылған жоқ. Сонда мәселе ойда ғой. Ойда. Ауылдан шықтың деген ойда, ауылдан шығу сен үшін ұят па, ауылдан шығу сен үшін мақтаныш па? Бітті, ой. Көрдің бе? Сол сияқты өзіңе деген ойың дұрыс болу керек та, сен ерекше тұлғасың, сен Құдайдың жаратқан жеке дара болмыссың. Болды. Мұндай комплекстер сияқты болып тұр ма? Сонда мысалға орыс тілді ортаға барса, немесе бір орысқа 5 қазақ келсе де орысша сөйлесіп кетуі, немесе жаңағы Қытайдан көшіп келгендер өзін бір оралман деп сезінуі, Монғолиядан көшіп келгендерді солай сезінуі, өздерін бір екінші тап өкілі секілді қарап қалады ғой. Бірақ мысалға кейбір айтады ғой, осы Қытайдан келген кісілердің дауысы, сөйлеуінде бір акцент бар, бұлар бір түрлі сөйлейді деген нәрсе бар ғой. Бірақ мен айтам, Мұхтар Әуезовтің 60-шы жылғы Алтын Қордағы дауысын тыңдаңыз. Оралхан Бөкейдің, Ғабит Мүсіреповтің, Бейімбет Майлиннің, одан кейін бергі Мұқағалидың дауыстарын тыңдаңдаршы. Дәл қазіргі Монғолия мен Қытайдағы қазақтардың сөйлеу акцентімен, магазин, журнал деп бірдей шығады да, соған қарап қуанасың. Керісінше кириллицаға жаңағы тілдері еріндік, езулік, мысалы өрнек, өркен деген сияқты. Сондықтан ол артық мақтанатын нәрсе ғой, ол бір оригинальность, яғни өзіңде бар, қалай жаратылдың, сол нәрсені сақтап қалу, қазақы бір код десек болады. Құнсыздандырмау керек қой. Сосын жаңағыны жақсы айттың да, мысалға әркімнің кемшілігі ол артықшылығы деп. Мысалға қара, еуропалықтар біз Парижге Эйфел мұнарасы үшін француздарды көру үшін барамыз. Қытайға Қытайдың тамағы немесе Қытайдың өзіндік бір ерекшеліктері үшін көруге барамыз, иә.
Америка жарайды құрама, ол жан-жақтан ұлттар, түрлі ұлттар құралды. Жапония жапонның өзіндік киімдік стилімен. Бірақ білесің ба, еуропалықтар, америкалықтар, шетелдіктер жалпы Қазақстанға келген кезде бір қазақ нақыш таппай кетеді да, өкінішке орай. Қарасаң, барлық пицца, жаңағы италиялық, испаниялық заттар, мына жақ тамақтарын қарасаң бәрі Қытайдікі. Ана жаққа қарасаң сөйлеп жатқан орыстың тілі. Бір қазақы болмыс жоқ. Бірақ соңғы кезде сандық, тары, орта, қазақы ресторандар қазақтың тамағын ұсынатын мейрамханалар қалай қазір бренд болып алды, ең қымбат сол жерге. Үнемі байлар, элитаның баратын жеріне айналып отыр. Қара, біздегі оюмен Қазақстан қазір біз мақтанышпен осы жейдемізді киіп отырмыз. Мына көзілдірікті қараш, біз басқадан ерекшелеп, оюмен осындай нақышта KZ Glazes деген көзілдірікті өндіріп жатыр едік. Қазір қанша? Бізде бір аптаның өзінде 350-450 Қазақстанның түкпір-түкпірінен арзан бағамен, қолжетімді баға деп тауып алып жатыр. Қарап отырсақ, иә. Яғни қазақтың қазақ болуы әркімнің өзі болуы артықшылығы болып отыр ғой. Сен қанша тырыссаң да орыс бола алмайсың, қанша тырыссаң да араб бола алмайсың. Бізде қазір ана орыс тілді қазақтар, қара орыстар деп кейде айтып жатады ғой, біздің достар, сол тілі орыс, жаны орыс, бірақ қаны қазақ болып тұр да. Не орыс болып кете алмайды, не қазақ болып кете алмайды. Бір дүбәрә болып қиналып жүргені солар ғой. Ал негізгі болашақ жалпы сол қазақтың өзіне қаратай оралып келе жатыр. Енді кәсіптің өзінде миллион тауып жатқандар байқап отырсақ, мінекей, біз басқан емес, басқа жейде емес, бұдан да сапалы, бұдан да әдемісін қазақы оюмен Қазақстан деген жазу үшін осыны 10 мың теңгеге сатып алдық. Мына көзілдірікті адамдар 13 мың теңгеге бұны да сатып алып жатыр. Яғни біздің анау Қазақстан картасы, қазақ тілашар, қазақша, осының бәрі сонда қазақша бір болмысты қоя салу қазірдің өзінде миллион табуға бір үлкен мүмкіндіктер әкеліп отыр ма сонда? Әрине. Қазір өзі анда шықты ғой, қазақша сөйлеу модада деген сияқты. Шынымен де ол осындай киімдер тігу, қазақы нақышта дүниелерді жасау трендке айналып бара жатыр. Бизнес идея дейікші, кез келген нәрсені қазақы аудиторияға, қазақ тіліне бағыттай сал. Әлиханға байланысты шығардым ғой, тірі болсам қазаққа қызмет етпей қоймаймын деген. Бірден сатылып кетті ғой. Бірден. Әйтпесе сондай футболкалар жетеді. Жасатуға болады, және ол жерде былай ғой, күшті сатылғаны менің өзім алаш идеясын қолдайтын адаммын ғой. Әлиханды, Ахметті айтып жүріп, ана футболканы шығарып қалған кезде әдемі кетті да маркетинг. Аудиторияға дайын болып тұр. Бірақ мен сол футболкаларды сату үшін алаш деп сөйлеген жоқпын да, мен бірінші алаш деп сөйледім. Содан кейін барып қана ана идея келе қалды да басыма. Сөйтіп сол идеямен шығардым, Әлиханның туған күніне. Және мынадай нәрсе болды, Назарбаевтың туған күніне шығарып кетті ғой, сөйтіп бәрі киіп жүрді ғой. Мен соған қарама-қарсы жасадым ғой. Әлихан туған күніне дейін шығаруым керек деп. Шығардым, жібердім, қаншама қазақ сатып алды. Идеямды айттым халыққа. Мен осылай біздің ел үшін күрескен адамның атын насихаттағым келеді. Тірі адамды емес, ірі адамды деп сөйтіп шығардым. Сөйткенде халық деген талап алды ғой. Бітіп қалды. Тез арада бітіп қалды. Әлі де киіп бұйырса алдағы уақытта шығарамыз. Халықтың алдына шыға қалсам бәрі сұрайды, қайдан алсақ болады, келесі подкастымызда сол қазақы. Жалпы бизнес идея деген көп қой негізі. Және де оны қазақы, бұл ұлттық бренд деген нәрсеге арнайтын болсаң тіпті ұшады ғой. Мысалы біздің көзілдіріктеріміз қазір неге керемет кетіп жатыр, өйткені бәрі айтады, хамелеон очки бар, өзгеретін, бірақ оюмен бар ма деп сұраймыз да. Көп адамда ол жоқ та. Яғни сонда миллион табу үшін де ерекше товар болу керек па? Ерекше товар болу керек, және де жай товар болса да, мысалы мен кезінде киім саттым ғой, турецкий киімдер саттым, нәскиді саттым деген сияқты. Ол жерде мен жақсы ақшалар таптым да. Бірақ ерекше затты сату әрине оңай. Но ерекше затты тапқанға дейін уақытты өлтірмеу керек та. Бар. Тәжірибе ала беру керек қой. Тәжірибе ала беру керек. Бәрін сата беру керек. Мысалы мен кітапты да сатып көрген адаммын ғой. Сатуды үйренесің, ана адамдар қалай сатам дейді практикада. Мен сабағыма қатысқан адамдар практикаға салып жүремін ғой. Сонда адамдар гаражындағы, шкафындағы заттарын іздеп кетіп сатып кетеді ғой. Мен анау Каспий дүкенді ашып бастадық қой сол кезде. Барахолкадағы жалпыға ортақ тауарларды салып жүрген кезде демпинг жасап, бағаны түсіріп, конкурент көп болып кетеді. Мен ақырын зерттеп отырдым да, ешкім басқада жоқ, ерекше товар болу керек екен. Ерекше товарды қалаған бағаңда ыңғайлы болу үшін өзің өндіруің керек екенсің деп. Осы ана күнделігіміз бар, басқа да тауарларымыз бар, осы көзілдірік бар, ендігі шығатын анау сағаттарымыз бар қажет деген. Шынымен де рахат, өзің өндіресің, басқа да жоқ болады. Бірақ біз көрдің бе,
мен сол киімді тіге алу үшін, сен қазір сағатты шығара алу үшін біз қаншама амалдар жасадық. Ең бірінші инвестиция салдық қой өзімізге. Ол білім алдық, тәжірибе, сосын сенім деген нәрсе. Адамдармен байланысу, қаншама ортаға кіру. Мысалы, мен түрік тілін үйренбесем, ана киімді тіктіре алмайтын едім. Жай магазиннің алдына қайтатын едім сол киімдерді алып қана. Мынандай ғой. Сонда сен өзіңді дамытқан сайын, бұйырса ерекше товарға жетесіздер. Просто отырмау керек те, біз адамдар не сатсам дейді. Не бар? Менің шәкірттерім үйіндегі ұннан тамақ жасап сатады. Соны үйренерді, бірінші сатуды үйрен. Қолындағы бар зат сатып үйренші, миллионға жүгірмей. Сол кезде басқа заттарды сату да сен үшін оңай болып қалады. Тамаша, біз YouTube каналдың монетизациясының өзінен $1 миллиондар таптық қой. Иә. Айтпақ, сол кезде де таптық қой, $2,5 мың деген сияқты. Енді қара, біз курс жасадық сол кезде, біразанды оқыттық, бірақ біз енді халықтың қалтасына ауыр келетін шығар деп арзандатуға, басқаша вариант жасауға тырыстық. Бірақ мен бір өкінетінім, сол халықты ойладым деп, бағаны түсіре сап, арзан қылып бере салам деп, оларды да құрттым, өзімді де құрттым, YouTube жобада. Сосын мен сол кезде түсіндім, кейбіреулер мына ақпараттардың барлығы YouTube'да тегін, менің каналыма жазылсаңдар, мен сіздерге тегін үйретем деген адамдар тегін үйретті, бірақ 3 ары кетсе сериалды 3 қана сабағын түсірді да, ары жоқ, өйткені оны дамытатын, келесі сапалы сабақты білімді бере алу үшін оған уақыт керек, энергия керек, күш керек, команда керек, қаржы керек, кері байланыс керек. Тегін нәрсенің құны да болмайды екен де, одан кейін ана пайдалы нәрсе тегін болған соң өзін-өзі ақтамаса келмейді екен да. Ал бірақ сол кезде қаншама бауырларымыз жүр ғой қазір, ақылы қылып қымбат курстар жасады, қазір одан да дами түсті, көп адамды оқытып өзгерте алды да. Енді мені дамытқан нәрсе, мен ақшам жоқ кезде де адамдардан сұрап болсын, мен қымбат курстарды оқитын ше. Неге? Өйткені сен анаған мен челлендж ретінде қатысатынмын, қызық 500-імді салам, оны еселеп қайтаруым керек та. Солай мен курстарға қатысам ғой, фокусты жоғалтпай. Яғни рас айтасың. Әйтпесе мен түрік тілін шетелге үйреніп нем бар? YouTube'дан үйрене бермеймін бе? Жоқ, мен арнайы университетке бардым да, ақшасын төледім. Мендегі қазір шет тілі мен YouTube'дан үйренген шет тілін адам деңгейі басқаша болды. Өйткені ұстаздардың алдында отырдым, 7 ай білім алдым деген сияқты көрдім. Ақысын төледім, уақытымды арнадым, арнайы бір елден бір елге көшіп бардым. Сондықтан арзан затқа жүгірмеу керек. Бірақ тегін заттың өзінен де, мен мысалы подкасттарды көремін, тегін заттың өзінен қаншама нәрсе алып шығамын да. Жаңағыдай ақысын төлеп те үйрену керек көп заттарды. Енді біз шынымен де онлайн курстарды да сатып алдық. Анау карантиннен бастап қазіргі сол кездегі мынау ағаларымыз бар ғой, Ахметбек Нұрсила деген кісілердің курстарын да көрдік. Қуаныш Жоңбайдың жаңағы 500 000 курстарын да алдық. Кейін мен Марғұлан Сейсенбаевтың курстарын да қарадым. Қарап отырсақ, бірден нәтиже беріп кетпейді. Бірақ мен ешқайсынан өкінбеймін да. Сен оны қазірге дейін қолдан келе жатсың ғой. Иә, ол сол сәтте ана көп адамдар мен байқағаным, курс алатындардың бәрі асығады да. Осы осыны алған соң мен осыны бітіріп осылай күшті болып кетемін. Жоқ, сен мүмкін дайын емес шығарсың, бірақ сол білімді алдың ғой, ол келесіде немесе одан кейінгі жобаларында көмектесуі мүмкін. Мен дәл қазіргі сенімен осы сөйлесіп, осылай бір команданы жасап, осылай отыруым бір 3-4 жыл бұрынғы бір кейстер, сол кездегі айтылған бір білімнің пайдасы болуы әбден мүмкін ғой. Мысалы 2019-да жасырын хэштег деген нәрсе, ана Инстаграмға байланысты сабақ оқыдым да, 90%-ын біліп тұрмын ғой жерде. Бірақ біліп тұрсам да мен амал етемін да соған. Ұстаз айтты ма, істеу керек. Осы жерді түсініп алу керек. Ұстаз айтты, істеу керек. Мен білем ғой деген нәрсе жоқ та. Сөйтіп маған айтады, жасырын хэштег деген нәрсе бар осылай деп. Соны істеп мен 6000 оқырман жинадым ғой. Істеу керек та, болды. Істеу керек. Сол сияқты кез келген нәрсеге, және ол арзан курс болды. Мен арзанынан да пайда таптым. Қымбат курстан пайда таптым. Сол 2019-да, 2020-да үйренген нәрселер әлі маған көмектесіп келе жатыр. Үздіксіз амалда қолдана беру керек, сол кезде сен өсесің. Білім деген сондай нәрсе. Нұреке, жаңа өзіңнің продуктивный жаңағы бір нәтижелі жұмыс жасауыңды біз студент кезде енді бірге жүргеннен көретін едік, білетін едік. Біз группаластар қыздардың саған былай енді бетіңе мақтаған емес, қыздардың былай ғашық болғаны бөлек. Жаңағы айтыстардан кейін жаңа сен номеріңді сұрап бір арамызда жұлдыз едің ғой. Жігіттер бар ғой, группаластар, үлкендер, кішілер бәрі сыйлап отырады. Тіпті жігіттердің арасында қызығып саған, бір-бірімізден неге мен жақынырақ дос болмадым деп бір, неге сенімен жақынырақ араласпадық деп бір-біріміздің арасында бір қызғаныш болатын еді. Өйткені жақсы бір қасиеттерің болатын еді. Адамдарға жақсы нәрсені түсіндіре аласың. Кез келген нәрсені бір
қойып бересің ғой жаңағы. мен өмірде жалпы жеңілдеткен жақсы көремін. Иә, жеңіл, ауыр емес, кейбір түсінбей қалған нәрсені де сұрай саласың, оңай болатын. Енді келіп кетіп жүрдік, енді продюсерің болып, осылай жұмыс бастағалы бір аптаның көлемінде мен осыған дейін өзімді мен жеп жіберген едім да. Білесің, үнемі даму үстіндемін мен де. Үнемі қараймын, бірақ бір нәтиже болмай кетеді, бірақ мен дайын болып тұрмын, сен келе қалдың, сен ана айген пакетпен Алматыға алғаш келгенде деген сияқты әдейі сен челлендж жасап, бүкіл ақшаңды тастап, нөлмен келдің. Қазір уже бүгін счет санасақ, миллионның үстінде болып кеткен. Енді қара, саған бір таңғалып отырғаным, аз ұйықтайсың. Және ана сабақтарды, осы вебинарлар, курстарды жасаймыз дегенде бір бітірмейік. Оразамыз бітпей жатыр, шаршап тұрсақ та, мұнан жасайық, бұлмас жасайық деп. Осындай қабілеттеріңді, осындай нәтижеліктеріңді мынау аудитория, көрермендердің көргені бір бөлек, ал көрмей жатқан артықшылықтарың тағы бар ғой. Соларды қалай сен өз аудиторияңа, сен сияқты енді ақшалай жетістікке жеткеніңді білмеймін, қаншалықты жаңағы. Ол белгілі ғой әркімді неге қарап отырады. Бірақ рухани да жетістікке жетіп, соны болашақта тіпті екі дүниеде де саған миллиондық пайда беретін осы қабілеттерді сенен қалай ала алады адамдар? Жалпы мен былай айтам, сен біреуге шәкірт болдың ба? Иә. Онымен араласу жеңіл да. Мен мысалы бір адаммен араласқым келеді ғой, мен оған шәкірт бола саламын. Шәкірт болғаннан кейін тапсырма орындайсың, ағамен бауыр болып кетесің, әпкемен бауыр деген сияқты. Жоқ, мен мынадай нәрседе западло көру деген сияқты болады ғой, класстас достарың арасында. Мен енді білесің, айтыскер болып жүрген кезде кішкене кеуде деген нәрсе болады, елдің алдында жүресің, бірақ өзіңмен жұмыс жасасаң, әдейі андай нәрселерге баратын. Мысалы, мен кімді менсінбей тұрамын, содан сабақ алатынмын. Әдейі, нәпсіме ауыр болса да. Менен біраз сабақ алдың ғой? Бәрі, бүкіл адамнан аламын. Мен мысалы, өзімнен кішкентай, өзімнен кіші қаншама қыздар мен жігіттермен істедім. Мен былайша айтқан кезде түсінбей тұрам ба, мысалы, телефон. Маған сұрай салу қиын емес, мен ойламаймын, сен мен туралы не ойлайсың деп. Мен айтамын, думамнан қайсысын басады деймін, болды. Сенің өз бауырыңнан да сұраймын, мынаны қалай істейді деген сияқты. Ол жақсы қабілет та. Былай қарағанда, бұл қабілеттер менің мықтылығымнан емес деп ойлаймын. Бұл қабілеттер тұрақты өзімен жұмыс жасау. Кез келген адам тұрақты түрде өзімен жұмыс жасайтын болса, белгілі бір деңгейде кешегі өзінен бүгін бәрібір жақсы күйде болады. Және де шәкірттерге бұл қабілеттерді үйрету үшін, оларға жақсы дүние беру үшін мен әрине өз курсымды ұсынамын. Ол кісілерге айтамын, келіңіздер, көріңіздер, қалай сатамын, бүйтемін, қалай өзімді өзгертемін. Жай сабағыма жазылыңыз, және де амал етіңіз. Болды, менің айтқам істеңізші, артық ой қоспаңыз. Сосын маған жақындайсыз. Қазір мына көзілдірік бойынша менің серіктестерім, білесің ғой кім болып жатқан? Менің шәкірттерім. Емін-еркін хабарласып қалады, Нұрғат мырза былай болып жатыр. Мен айтамын, былай сатасыз, уайымдамаңыз, бүйтіңіз. Және біз қиналған жоқпыз, иә? Жоқ. Маркетингте әр облыста келісе салдық, группаға жаза салдым шәкірттеріңе. Қаншама уақыттан бері мен шәкірт тәрбиелеп жүргенім өте үлкен көмектесіп жатыр ғой. Және ол кісілердің, мен ол кісілерді құрметтеймін, ол кісілер мені құрметтейді, бірге күшті жұмыс жасай аламыз. Сондықтан көріп отқан көрермен, оқырман маған шәкірт болса, әрине жақын боламыз. Сосын мен айтамын, тек қана менен оқы деген нәрсе жоқ. Менен де оқисың, басқасынан да оқисың. Мен де дәл солай. Мен бір адамнан ғана оқымаймын. Кімнен не алғым келеді? Өз андай керемет сөз бар. Сен әдептілікті қайдан үйрендің дегенде әдепсіздерден деген сияқты кез келген адамнан жоқ дегенде бір нәрсе алып шығуға болады, үйренуге болады. Тамаша. Шынымен де біздің көзілдірік жобамызда осы бір аптаның ішінде өте жоғары көрсеткіш көрсетілді. Оның бәрі сенің аудиторияң. Мен ойладым ғой, TikTokта сатамыз деп бастап мен саған сол проектіге шақырып едім. TikTokсыз-ақ бізге жаңағы one home, ойбай, осы күшті болады, өтеді деп тұрған нәрсемізге жетпей-ақ сол бұрынғы қазір Instagram қалай болады екен деп елдер бас қатып жүрген кезде сенің аудиторияң дайын болды ғой. Ана кеше прикол ұстап жатырмын, даму әскері деп ше. Сол сияқты бір бизнестегі бәрін жеңілдетіп жүр. Және барлығы саған зор сеніммен, үлкен махаббатпен қарайды екен да. Және апаларымыз, үлкен кісілер біз ана көзілдірікті өзіміз апарып береді. Бәрі батасын береді, риза болады. Біреу алады деген адам үшеу тіпті 30-ын алып кетіп жатыр. Және былай істеуге болатын еді ғой, бір балалар доставкаға қоя салу деген сияқты. Жоқ, мен қуантқым келеді да адамдарды. Суретке түсіп жатыр. Суретке түседі, ағалар келіп жатыр, апайлар келіп жатыр. Бәрі мәз да, сен Түркиядан көреміз былай деген сияқты. Мен ойлаймын, бизнесте өсу үшін қарапайым болу керек, халыққа жақын болу керек. Яғни сенің курсыңды қазір төмендегі мына номерге жазып, бірден тіркелген кісілер, ол жай ғана бір белгілі деңгейде білім ғана алмайды. Бұл жаңа орта табады, көп тәжірибе табады. Сонымен қатар береке бірлікте жұмыс істейтін
өзі қатарлы кәсіпкерлердің тобын құра алады ғой. Бір топқа айналамыз ғой. Былайша айтқан кезде басы қатпайды, не істеймін, былай істеймін деген сияқты ұстаз бар, үйрететін адам бар, орта бар. Менеджер керек па, SMM, таргетолог, оператор, мобилограф, не керек? Білмейсің ба, ана жерге жаза сал. Сол үшін және де бүкіл халық қатысатындай мен қолжетімді жасаймын ғой. Тамаша. Сосын тағы да бір көп адамдардан басқа осы эксперттерден, курс жасайтын, тренинг жасайтын ұстаздардан бір айырмашылығын мен таңғалдым, сенің өзіңнің негізгі номеріңмен барлығын қабылдап жатсың да. Көбісі 10 менеджерді қойып тастайды да, ортасынан бір үлкен анау Брест қамалымен Ұлықорғанды қойып тастайды ғой. Сенде өз номеріңе тікелей бере беремін, саған прямой шағалуға мүмкіндіктері бар ғой. Менеджердікін де беремін, өз номерімді де беремін. Емін еркін ғой. 24 сағаттың ішінде мен жауап беремін. Осы видеоны көріп отырған кісілер, біздің өзіміздің жаңа Нұрғанаттың шәкірті, Нұрғанаттың аудиториясы болса, анау жақсының жақсылығын айт, нұр тасысын дейді ғой. Бір-бірімізді осылай қолдамасақ, қашан қолдаймыз, қашан жақсыны осылай көтермейміз. Егер біз Қазақстан, қазақ еліміз, қазақстандық брендтер, қазақ кәсіпкерлері дамысын десек, онда бір-бірімізді қолдауымыз керек деп ойлаймын. Сондықтан астыға, иә, Нұреке, сенің кемшілігің мынандай, немесе артықшылығың мынандай деп айтып жаза кетіңіздер. Өйткені сіздердің отзывтарыңыз сіз сияқты қазіргі таңда басы қатып, қалай онлайн саудада, қалай бизнесмен ретінде дамығысы келіп жүрген басқа адамдарға тікелей әсер етуі мүмкін. Өйткені ең жақсы жарнама ол дұрыс айтылған клиенттің отзывы дейді ғой. Сондықтан отзывтарыңызды айта кетіңіздер. Минус болса минусты, плюс болса плюсты. Үнемі жаман нәрсені айтып жаза салуға қуанамыз да, бірақ жақсыны жасырып қаламыз ғой, айтқымыз келмейді ғой. Сіздер керісінше істеңіздер, жаңа Нұрған айтты ғой, қорқынышқа қарсы жүр, істегің келмейтін нәрсені істе деп. Сол сияқты жаңағы отзывтарыңызды міндетті түрде жазып кетіңіздер. Ары қаратай келесі подкастымызда қандай тақырып болатынын, оны да жазсаңыздар, біз қуанып қаламыз, иә? Иә. Ендеше сіздерді курсымызда, Нұрғанаттың курсында күтеміз. Сау, саламатты болыңыздар. Аман болыңыздар.